Әлхамдулиллах сөзі Аллаға рахмет айту. Әлхамдулиллах сөзінің таңғажайып емді қасиеті. Біз өмірімізде ең көп айтатын сөзіміз Құдайға шүкір екен. Қорыққанда да, қуанышта да Құдайға шүкір деп өз ана тілімізде айтамыз. Бұл біздің көңіліміздің тыныштық пен қуанышты сәттерінде Алла тағалаға әлхамдулиллах деп айтатын рахметіміз екен. Құрметті оқырман, бүгін біз осы әлхамдулиллах сөзінің мән мағынасы мен таңғажайып қасиетімен кеңінен танысатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, бұл сөз бізді денсаулығымызға тиетін пайдасымен, жанымыз күйзеліске түсіп, тығырыққа тіреліп шығарға жол таппай қиналған кезімізде, дәрі сияқты есімізді жидыратын қасиетімен егжей-тегжей танысатын боламыз. Жақсылап жайғасып отырып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Еңбегімді бағалап, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Пікір орнына әлхамдулиллах, Алла ұлы деп жазып кетіңіздер. Ол мен үшін де, сіздер үшін де өте маңызды. Дайын болсаңыз біз бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жаратушы иеміз өзінің нығметтеріне, ырзық несібесіне қанағат етіп жүретін шүкіршіл құлдарын жақсы көреді. Өйткені жаратқанның берген ырзығына шүкірлік ету иманның ажырамас бөлігі болып табылады. Кім шүкіршіл болса, Алла тағала оның несібесін кеңейтеді. Бұл жайында Құран кәрімде, сонда Раббыларың, егер шүкір етсеңдер, мен сендерге еселей түсемін. Ал шүкірсіздік қылсаңдар, расында менің азабым қатты деп білдірген еді. Ибрахим сүресі 7-ші аят. Енді осы тақырыпқа қатысты хадистерге назар аударайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм өз үмметіне нығметке шүкір етудің сырларын түсіндіріп өткен. Сухайбтан радиаллаху анху жеткен риуаятта Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм былай дейді: мүміннің ісі неткен ғажап. Шындығында оның барлық ісі қайырлы. Бұл мүміннен басқаға жазылмаған. Егер оның басында қуаныш болса, Аллаға шүкір етеді, сонысына сауап сый алады. Егер оған бір жамандық төнсе, оған сабыр етеді, онысына да сауап алады. Алланың мұсылманға жазған әрбір тағдыры қайырлы деген Мүслім риуаят еткен. Шариғат пайымында шүкіршіл жүрек ең үлкен байлықтардың бірі. Оған Сәубан радиаллаху анху жеткізген мына хадис дәлел: алтын мен күмісті жинап, оларды Алла жолында жұмсамағандарды күйзелтуші азап пен сүйіншіле. Тәубе сүресі 34-ші аят деген аят түскенде пайғамбармен саллаллаху алейхи уәсәләм бірге сапарда жүреді. Аят түскен соң сахабалардың бірі: алтын мен күміс жайында түсті ғой. Енді қандай малды жиғанымыз дұрыс екендігін білгіміз келеді деді. Сонда Расулулла саллаллаху алейхи уәсәләм: ең жақсысы зікір етуден талмайтын тіл, шүкір етуден талмайтын жүрек, иманына тірек болатын мүмін. Жубай, Ахмед, Тирмизи, Ибн Мәже риуаят еткен. Шүкіршілік деп жүрекпен бекітіп, тілмен әлхамдулиллах деп айту. Шүкіршілік ол үш түрге бөлінеді. Бірінші, жүрекпен шүкіршілік ету. Екінші, тілмен шүкіршілік ету. Үшінші, дене мүшелерімен шүкіршілік ету. Енді осыларды таратып айтар болсақ, жүрекпен шүкіршілік ету деп адамзат өз санасымен атқаратын шүкіршілікке айтылады. Яғни пенде өзіне берілген әрбір нығметтің Алла тағала тарапынан сыйлық етілгендігін білуі және мойындауы жүрекпен шүкіршілік ету болып табылады. Бұл туралы Алла тағала Құран аятында былайша үкім түсірген: сендердегі әрбір нығмет әлбетте Алладан сыйлық етілген. Нәхл сүресі 53-ші аят. Міне осыдан мәлім болатыны, адам баласы қол жеткізген нығметтердің барлығы Алла тағаланың сыйлығы болып табылады. Сондай-ақ Алланың нығметтері есепсіз көп. Бұл жайлы Нахл сүресінің 18-ші аятында Алла тағала: Алланың нығметін санасаңдар санына жете алмайсыңдар. Әлбетте Алла жарылқаушы, әрі рахымшыл. Нахл сүресі 18-ші аят деген. Тілмен шүкір ету. Бұл амал Алла тағалаға мадақ айтудан тұрады. Бұл жайлы Әнәс бин Малик келтірген хадисте Хазіреті Расулулла саллаллаху алейхи уәсәләм былай деген: әлбетте Алла тамақ жеп болып оған мадақ айтқан немесе сусын ішіп болып мадақ айтқан пендеден разы болады. Муслим. Бұл пенденің жеген ішкенінің шүкіршілігі үшін айтылатын шүкіршілік. Ал негізінде әрбір нығмет үшін мадақ айту шүкіршіліктің басы болып есептеледі. Ендеше пенде нығметке қуанып, белгілі бір табысқа жеткенде, Аллаға шүкіршілік етіп, мадақтап, ұлықтауы керек. Ол үшін әлхамдулиллах деп айту жеткілікті. Дене мүшелерімен шүкіршілік ету. Бұл жайлы Бақара сүресінің 172 аятын былай делінген: әй мүміндер, біз сендерге ризық етіп берген нәрселеріміздің жақсыларынан, адалдарынан жеңдер. Және Аллаға шүкірлік етіңдер, егер шын мәнінде оған құлшылық ететін болсаңдар. Деген. Намаз оқу, денемен шүкіршілік етудің белгісі. Жаратушының сәт сайын нәсіп еткен нығметтерін санауға тырысса, адам баласы оның шегіне жете алмайды. Ұлы құдіреттің осыншама көл көсір сыйын көре тұра оған қалайша шүкір айтпаймыз.
Ал осы іштегі шүкіршілігімізді білдірудің ең абзалы намаз оқу. Оның ішінде намаз оқу денемен шүкіршілік етуге жатады. Пайғамбардың салаллаху алейхи уәсәләм өзі шүкір етуде үмбетіне үлкен үлгі. Ол, салаллаху алейхи уәсәләм түні бойы Раббысына құлшылық қылып, табаны жарылып кеткенше намаз оқитын еді. Сонда оған жұбайларының бірі: «Уа, Алланың елшісі, неге олай етесіз? Сіздің бұрынғыда, кейінгіде күнәларыңыз кешірілген жоқ па?» Дегенде адамзаттың ардақтысы салаллаху алейхи уәсәләм: «Олай болса, шүкір етуші пенде болуым керек емес пе?» деп жауап береді. Бұхари мен Мүслім риуаят еткен. Тіршіліктің түрлі кезеңдерінде бастағы бақтың қадірін біліп, шүкір ету нағыз иманды пенденің белгісі. Бірде пайғамбар салаллаху алейхи уәсәләм сахабаларының радиаллаху анхума алдына шығып: «Уа, сахабаларым, қалай тұрдыңдар?» деп сұрапты. Сонда сахабалар радиаллаху анхума: «Аллаға мүмін болып тұрдық, уа, Расулалла» деп жауап беріпті. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уәсәләм: «Имандарыңның белгісі қандай?» деп сұрапты. Сахабалар радиаллаху анхума: «Бәле жалаға сабыр, жағдайға шүкірлік, тағдыр қазаға разылық білдіреміз» депті. Сонда Расулалла салаллаху алейхи уәсәләм: «Олай болса, Қағбаның иесімен ант етейін, сендер нағыз мүмінсіңдер» деген. Мүмін деген қазақша нағыз мұсылман деген сөз. Рахмет айтудың маңызы. Аллаға шүкіршілік ету адамның өз өмірін және әлемді терең түсінуге мүмкіндік береді. Көптеген адамдар өміріндегі қиыншылықтарға немесе мәселелерге назар аударады, бірақ шүкіршілік айтуды ұмытқан жағдайда өмірдің барлық жақсылығын көру мүмкін болмай қалады. Әлхамдулиллах деп айту арқылы адам өзінің көзіне көрінбейтін, бірақ барлығын қамтитын көптеген нығметтерді таниды. Әрбір нығмет, сый, жақсылық үшін Аллаға шүкіршілік жасау мұсылманның міндеті. Бұл сөзді айтқанда, адам шын жүректен Алланың берген барлық нығметтеріне, оларды түсінуге, пайдалануға мүмкіндік бергеніне шүкір етеді. Алла бізге денсаулық, отбасы, күнделікті тамақ, таза ауа, баспанамызды және басқа да көптеген бақыттарды береді. Алайда көп жағдайда адам осы нығметтерді жай ғана қабылдап, олар үшін шүкіршілік айтуды ұмытып кетеді. Құранда айтылғандай: «Егер сіздер Аллаға шүкіршілік етсеңіздер, мен, Алла, сіздерге нығметімді арттырамын. Ал егер шүкірлік етпесеңдер, азабым өте ауыр». Ибрахим сүресі 7-ші аят. Бұл аят шүкіршіліктің маңызын өте жақсы түсіндіреді. Алла шүкіршілікті көріп, оған өз мейірімін арттырады, ал шүкіршілік етпейтін адамға берілген нығметтер ұлғаймайды. Біз күнделікті өмірімізде намазымызда «Әлхамдулиллах» деген сөзді айтқан кезде, біз тек жеке өзіміз үшін емес, бүкіл әлемнің жаратушысы Аллаға деген шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Бұл сөз әрбір мұсылманның жүрегінде тазалықты, мейірімділікті және Аллаға деген сүйіспеншілікті нығайтады. Мұсылманның жүрегінде әрқашан Аллаға деген алғыс сезімі болады, сондықтан ол қиындықтарға да сабырлы түрде қарай алады. Әлхамдулиллах сөзінің денсаулыққа әсері. Әлхамдулиллах бұл сөздің мағынасы тек тілмен айтқанда ол адамның ішкі әлемін, рухын тыныштандырып, оның денсаулығына да оң әсер етуі мүмкін. Қазіргі ғылым мен психологияда адамның көңіл күйі мен рухани жай күйінің денсаулығына әсер ететінін айтады. Мұндай сөздер, әсіресе Аллаға шүкіршілік етуге бағытталған дұғалар мен зікірлер, адам ағзасындағы стрессті төмендетуге, психологиялық жағдайын жақсартуға және жалпы көңіл күйін көтеруге көмектеседі. Әлхамдулиллах сөзін айтқанда, адамның ішкі әлемі тынышталады. Бұл сөзді айтудың бірден-бір мақсаты Аллаға деген шүкіршілікті білдіру. Адам өзін жақсы сезінгенде денсаулығы да жақсарады. Мұсылман адамның күнделікті өмірінде осы сөзді айтып, Аллаға деген алғыс сезімін білдіруі, оның рухына терең тыныштық береді. Әлхамдулиллах сөзінің мұсылмандардың өміріне оң әсері. Исламда айтылған әрбір сөздің терең мағынасы мен рухани әсері бар. Әлхамдулиллах сөзі де осының жарқын мысалы. Осы сөзді айтқанда адамның денсаулығы мен психологиясы оң әсер алады. Бұл сөз өздігінен тек тілмен айтылғанда ғана емес, ішкі ниет пен жүректің таза ниетімен айтылады. Мұндай тәсілмен айтылған дұғалар адамды тыныштандырады, өз-өзіне деген сенімділікті арттырады. Күнделікті өмірде, әрбір қиындық немесе стресстік жағдайлар кезінде «Әлхамдулиллах» деп айту адамның өз-өзін сабырға шақырып, жағдайды қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл сөз адамның санасын тыныштандырып, ойының дұрыс бағытта болуына септігін тигізеді. Осылайша біз өмірдің қиындықтарына сабырлы қарап, денсаулығымызды сақтап, рухани жағынан қуат ала аламыз. Әлхамдулиллах сияқты Аллаға шүкіршілік айту, адамның миына жағымды хабарлар беріп, стрессті төмендетуге және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Рухани және физикалық жағынан денсаулыққа пайдасы. Бірінші, тыныштық пен сабыр. Әлхамдулиллах деп айту адамның жүрегінде тыныштық пен сабыр орнатады. Стресс пен күйзеліс жағдайларында бұл сөз өзін өзі ұстай білуге, қиыншылықтарды жеңуге көмектеседі.
Сабырлы адам әрдайым қиындықтарды жеңіп, денсаулығын сақтау үшін дұрыс шешімдер қабылдай алады. Екінші, шүкіршілік және бақыт. Шүкірлік адамды бақытқа жеткізеді. Күнделікті өмірде Аллаға шүкірлік айтқан сайын, адам өмірінің шын мәнін сезінеді және болашаққа деген сенімділігі артады. Ал сенімділік өз-өзіне деген позитивті көзқарас адамның иммунитетін күшейтіп, оған қуат береді. Үшінші, қиындықтарға қарсы тұру. Әлхамдулиллах деп айту адамның болашаққа деген үмітін арттырады. Кез келген қиындықты жеңуге деген ерік-жігер мен сенім пайда болады. Бұл сөз ішкі күшті нығайтады, адамның рухын көтереді, сонымен қатар денсаулығын сақтауға көмектеседі. Әлхамдулиллах айтумен уайым қайғыны, стрессті жеңу. Стресс қазіргі замандағы ең кең тараған психологиялық жағдайлардың бірі. Ол түрлі себептермен пайда болуы мүмкін. Жұмысқа қатысты қиындықтар, жеке өмірдегі алаңдаушылықтар, денсаулық мәселелері немесе өмірдің басқа да ауыртпалықтары. Алайда исламда стрессті жеңу және қиындықтармен күресу үшін ерекше рухани амалдар мен сөздер бар. Оның ішінде әлхамдулиллах сөзі адамның күйзелісін жеңуге, ішкі тыныштық табуға және стресстен арылуға септігін тигізетін күшті құрал болып табылады. Әлхамдулиллахтың стресске әсері. Әлхамдулиллах сөзі Аллаға деген шүкіршілікті білдіреді. Бұл сөздің терең мағынасы бар, әрі адам жүрегінде тыныштық орнататын сөз болып табылады. Стресс кезінде немесе қиындықтарға тап болғанда адам кейде сезімдері мен ойларына ие бола алмайды. Ол мазасыздық, алаңдаушылық пен қобалжуды сезінуі мүмкін. Осы кезде әлхамдулиллахты өте көп айту адамның ойларын қайта бағыттап, оның сана сезімін тыныштандырады. Әлхамдулиллах деп айтқанда, адам барлық жағдайда Алланың қалауы деп түсініп, терең сеніммен өмірге деген жаңа көзқарас қалыптастырады. Күнделікті күйзеліс, ауыртпалық және қиыншылықтар адамды шаршатып, қажытуы мүмкін. Алайда әлхамдулиллах деп айту бұл адамның ішкі сенімділігін арттырады. Қиындықтарға қарамастан, адам өзінің рухани күшін сезініп, жағдайды жеңе алатынына сенеді. Сонымен қатар, бұл сөздің айтылуы адамды барлығы да Алланың қалауы бойынша екенін түсінуге жетелейді. Осылайша ол өзіне және болашаққа деген сенімін нығайтады, әрі өзінің күш-қуатын арттырады. Әлхамдулиллах деген сөзді қайталап айту адамның жүрегін тыныштандырып, оны сабырға шақырады. Бұл сөз арқылы адам өзінің өміріндегі барлық қиындықтарды қабылдайды, сонымен бірге оны жеңуге қажетті күшті сезінеді. Адамның ең үлкен рухани күштері қиындықтармен күрескенде көрінеді, әрі бұл сөз оған алға қарай батыл қадам жасауға көмектеседі. Құрметті мұсылман жамағаты, мінеки. Әлхамдулиллах сөзінің кереметтерімен, таңғажайып құдіретімен кеңінен таныстыңыздар. Бұл рахмет шүкір сөзін өмірде пайдаланып, зікір етіп айтып жүріңіздер. Кім көп айтып жүрсе, ол жәннат бағына кіруіне кепіл болады. Оны белгілі айту саны жоқ. Ол өз мырзалығыңызбен, ризалығыңызбен айтылатындықтан. Әлхамдулиллах айтудан тіліңіз тынбасын. Видеоға лайк басып көпшілік көруіне атсалысыңыздар, пікір жазып дегендей ой бөлісіңіздер.